Қалайсыз? Мен марафон 4-шісін алдым. Қазір жақсымын. Өйткені менде установка блоктар болған. Психосоматика болды ма? Қазір көп оқып жүрмін, көп кейін кездерде психологияны оқып жүрмін. Сол жағынан зерттесек, менде психотерапевтке қаралу керек болған екен маған. Мен өзімді солай ойлаймын. Менде нарцист болғанмын, абьюзер болғанмын менде де. Сондай нәрселер болған. Жаңағыдай. Қалай айтсам болады? Жақындарымнан өшімді алып, сондай болатын, агрессивный болатын өмір бақи. Осы уақытқа дейін көбіне агрессивность болды, тұйық болдым. Біреу маған сөйлеуге қорқатын. Егер сөйлеп қалса, айғайлап жаңағыдай жұлып жібереді деп ойлайтын ғой елдерше. Сондай болдым ғой. Өзім солай ойлаймын. Наушникпен дұрыс естімей тұр ма? Наушникті алып тастайын ба? Жақсы естіледі. Хорошо слышно. Естіліп тұр ма? Иә. Иә, сол. Енді психологиялық жағынан алса сондай да. Қазақша алса ол енді іште сол жын шайтан деген бар деген сөз ғой. Қазақша алады ма, қалай алады, в общем, түсінбеймін мен ол жақта. Жындарыңыз шықты ма? Сондай демон болған көрінеді. Еще тұрмысқа шығамайтынмын. Жындар шығып жатыр. Тұрмысқа шықпайтынмын. Бәрі біреуге алғысы келеді, бірақ ары қарай бармайтын да. Қорқатынмын, өйткені ішімдегі сол жын қорқытама оларды сондай. Вроде сыртымнан қараса әдемімін, бірақ тас жүрек болдым, жаңағыдай абьюзер болдым ба, нарцисс болдым ба, сондай. Ешкімді жақсы көре алмайтынмын, өйткені маған ешкім жылу бермеген ғой. Мен ешкімді сүймеген, жақсы көрмеген, жақындарымнан бастап, мен өз-өзімді сүйе алмайтынмын. Бірінші орынға енді өз-өзімді қойып, өзімді жақсы көріп бастап едім. Жан-жағым мені жақсы көріп жатыр. Классно. Жеңілдік сездіңіз ба? Ой өзгерді ма? Самооценкам 0 болған. Жеңілдік, ойларыңыз өзгерді ма деймін? Иә, қазір позитивныймын, сөйлесіп жатырмын, ештеңемді жасырмаймын, барлық жерге айтамын, как есть. Так и бұрын жасырып, скрытно жүретінмін ғой. Бір тырнағым ішімде болып айтқым келмей бұлардың бәрі сондай болатын. Қазір мойындаймын да. Енді көбіне елдер мені бір түсініп қалатын шынында да мынау что-то не так с ней деген сияқты шы. Еще мен творческий адам болған кейін мені өз-өзімді түсінбейтінмін кейде.